Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдарман? Қызықты әңгімелер арнама қош келдіңіздер. Арнама тіркеліп, әңгімені соңына дейін тыңдап, қолдай отырыңыздар. Екі көрші бір-бірімен жақсы араласатын. Балалары да тату, күйеулері де дос. Нұргүл мен Ақмарал тіпті сырлас еді. Көрші болғандарына 20 жылдай болып қалды. Тіпті кіші балалары да осы бірге туып, бірге өскен. Екі үйдің ортасында кейде ыдыс-аяқ, құрал-сайман араласып жүре беретін. Барлық аяқ астынан өзгеріп шыға келді. Бар бәле Нұргүлдің қайынсіңілісі Ризадан басталды. Үйінде жатқанына 5 күн болған Риза Ақмаралды жақтырмай қалады. Алғаш келген күні тәмпіш мұрын сары баласы көршінің ауласына балалармен қосылып кіріп кетеді. Ересек балалар қарасын ба, өздерімен өздері отырған. Сары бала көлеңкеде жатқан итті байқамай өтіп бара жатқанда ит арс ете қалады. Шошынған бала шыр етіп жылайды. Баласының дауысын естіп Риза жүгіреді. Үйден Ақмарал шығады. Баласына ұмтылған Риза, итті неге байлап қоймайды екен, деп баланың таңдайын көтеріп жатады. Балаға қарасаң ондай болмайтын еді, деді Ақмарал. Жақтырмаған Риза баласын жетектеп шығып кетеді. Өзі ашулы. Келесі күні баласын жетектеп дүкенге барады. Бала емес пе, ұнатқан ойыншығын әпер деп жылап тұрып алады. Ойыншықтың бағасын көрген Риза баласын артқа тартып, саған басқасын әперемін дейді. Осыны әпер деп бала тепкіленіп тұрып алады. Баласын көндіре алмаған Риза шұлқып, мен саған бұдан да жақсысын әперемін, жарайды ма? Деп сүйрей жөнеледі. Бала жылап дүкенді басына көтереді. Алыстан бақылап тұрған Ақмарал, әпере алмаса баламен дүкенге неге кіреді екен? Деп дүкеншіге сөйлеп тұрған естіп қалады. Сыртқа шыққанда баласын жұлқып жібереді. Енді міне, кешкі шайда жеңгесіне әңгімені соғып отыр. Жеңге, мына көрші Ақмарал өзгеріп кетіпті. Е, дейді. Жоға, сол баяғы Ақмарал ғой. Қайдам, бұрынғыдай емес, жағдайлары жақсы сияқты. Оны қайдан білдің? Жақсы киінетін болған. Сіз мына ескі халатта әлі жүрсіз. Есігінің алдында да брусчатка төсеп тастапты. Сіздер әлі жердің шаңын шығарып отырсыздар. Цемент те жоқ. Ой, қойшы соны. Көрші байыр екен деп өлеміз бе енді? Сен де айтады екенсің. Адам байыған сайын өзгере түседі. Бұрынғыдай емес, мұрнын көкке шүйіріп қалыпты ғой, деді. Бітті. Содан бері қанша күн өтті. Қайынсіңілісі де кетіп қалған. Нұргүл болса ой үстінде, ұмытқан жоқ. Шынымен де бұрын неге өзі байқамаған? Жоқ әлде аңқау ма? Өткенде бір үйдің кілемін жуып шарбаққа жайып қойған. Сонда Ақмарал, тозығы жеткен кілемді несіне жуасың, тастамайсың ба? Деген. Мұның орнында басқа біреу болса шамданып шыға келер еді. Бұл болса жай ғана, қайта осы ескі кілемдер жақсы жуғанға, деп күлген. Өзі соңғы жылдары бұл үйге кірмейтін де болыпты. Аттың басын жіберіп, жік-жігін шығарып өсек айтып отырмағандарына да көп болыпты ғой. Сөйтіп жүргенде Ақмаралдың үлкен қызын алып қашып кетеді. Тойы бар, құдалығы бар, шулап жүріп өткізеді. Ақмарал қызының жасауын жасап, көрші қолаңды шақырып қоржынын тігеді. Шақырған соң Нұргүлді де бірдеңесін көтеріп барады. Ақмарал айнала отырған әйелдерге қыздың жүгін көрсетіп жатыр. Біраз дүние жиған екен. Бір үйді толтыратындай ақ. Оюлап тіккен көрпелерін айтсаңшы, керемет. Сандығы да әдемі. Жинаған ыдыстары да бірінен бір өтеді. Теледидар, тоңазытқыш, кір жуаты машинасы, газ плитасы тағы бар. Кезек қыздың киімдеріне жетеді. Ақмарал жаздығы бар, қыстығы бар аяқ киімдері барлығын ұялмай ортаға тастап көрсетіп жатыр. Елдің барлығы мақтап, керемет деп тамсанып жатыр. Нұргүл де аузы ашылып, өзінің таңғалып қарап тұрғанын байқамай қалды. Артынан енді келген көршілер әкелгендерін беріп жатты. Қыздың дүниесін жиһазымен қосып, машинаға тиегенде әреңсиді. Көршілер Ақмаралдың дайындаған айтып, алғашқы қуанышы ғой, дұрыс деп десіп жатты. Арада бір қыс өтіп, бала деген тұрсын ба?
Енді Нұргүлдің қызын көктемге қарай алып қашып кетеді. 19-ға енді толған қызына біраз ашуы келеді. Байсырап өлдің ба? Адам деген кішкене жағдайға қарау керек қой. Төк дайындығым жоқ, енді не істедім, деп телефоннан қызына айғайлайды. Той құдалығы бар өткізетін, бәрінен де қыздың артынан апаратын жасауы дайын емес еді. Есі шыққан Нұргүл ұйқыдан қалады. Елден жұрттан ұялмайтындай болу керек. Көз алдына көрші әйелдердің, ауылдың әр бұрышында ауыздарын жыбырлатып, пыс-пыс етіп өзін сөз қылып жатқандары елестеп кетеді. Оның арасында Ақмарал да бар. Маған жету саған қайда деп мысқылдайтын сияқты. Алдымен өзі базарды аралап, бағаларын жазып салыстырып, алатын заттардың тізімін түгендеп шықты. Аяқтан аяқ қалған жоқ. Басы сынып, белі талып үйіне әрең жетеді. Барлық заттың бағасына шошып, құдалығы тағы бар, кигізетін киіті бар түгендеп бітер емес. Сораптап шәйін ішіп отырып, қызына қоңырау шалады. Барлық тізімді SMS-пен жазып жібереді. Қызынан келген жауап: «Мама, жиһазды өзім таңдаймын. Маған мынау ұнап тұр», деп суретке түсіріп бағасын жазып жіберіпті. Оны көрген Нұргүлдің көзі атыздай болады. «Ойбай, мынауың қымбат қой. Басқасын қарасаңшы», дегенге: «Осы қазір модада. Позорымды шығармаңызшы, мама», депті. 2 күн күйеуіне қалай айтарын білмей жүрді. Арасында базарға барып ақшасы жеткенше біраз дүниелерін алып келді. Көрпенің түр-түрі, жастығы, махаббат көрпесі. Енді жақсылап тамағын істеп, қарнын тойғыздырып әңгіменің шетін бастайды. «Көрпелер алдым, бағалары удай. Енді ыдысына ақша жетпей тұр», дегені сол еді. Жүсіп қабағын шытып: «Созбақтамай бірден айтсаңшы, қанша керек?» деді. «Ойбай-ай, төркініме апарат дейсің бе? Тұңғыш қызыңды жақсылап жасауын жасамасақ, елге күлкі боламыз. Күлсе күле берсін. Өл дейсің бе енді? Мен оған көнбеймін. Ақмаралдан қай жерім кем? Кредит алайық банктен», деді. Жүсіп қанша жерден айғайласа да ызыңдап жүріп кредит алды. Онысы жетпей қалып, ағайын туысқандарын жинап салық салды. Жиһазын алып, бар дүниесін түгендеп болып, көршілерді қоржын тігуге шақырды. Арасында Ақмарал да бар. Нұргүл масаттанып айнала отырған әйелдерге жасаған бар дүниесін көрсетіп шықты. Көршілер мақтап, кереметтеп кетті. Той болатын күні жүгін машинаға тиеп, дүниесін дүркіретіп апарып берді. Той деген не? Тойдың болғанынан болады қызық. Дүркіреп той бітті. Кететін қыз кетті. Кредитімен Нұргүл қалды. Жүсіптің атынан да, өз атынан да кредит алған. Енді аймай төлеп отыр. Барлығы жақсы болар ма еді? Қыстың ортасында Жүсіптің жұмысы тоқтап, жұмыссыз қалады. Кредиттің төлейтін уақыты жақындағанда Нұргүл зор жүгіреді. Алғаш 1-2 ай қарызданып жүріп жабады. Қашанғы қарыздансын? Бір күні мүлдем ақша таппай қалады. Таң атпастан телефон шырылдай жөнелді. Банктерде тынымсыз екен. Әрбір 20 минутта қоңырау шалып, соңында қарызданып әйтеуір жабады. Сол кредитті алмай-ақ шамаға қарай неге көсілмедің? Елден қалмаймын деп желпідің, артыңды ойламай. Күлкі боламын деп тыраштанудың қажеті не еді? Отыр енді опық жеп деп, күнде сөйлейтін Жүсіпте қырсыққанда жұмысқа шықпай жатып алады. Қорсын, кредит төлеген азапты күндер өтіп жатады. Бір күні көшеде Ақмаралдың машинадан түсіп жатқанын көреді. Жай түспейді. Ағаш бесігі бар, қыстық коляскасы бар. Қызы ұл тапса керек, көк түсті манежі бар. Ақмарал, жиеннің бауы берік болсын дейді. Рахмет, міне жарты базарды арқалап келдім. Енді бұйыртса ертең барамын, деді. Нұргүл өзінің қазіргі жағдайы есіне түсіп кетті. Осы Ақмаралдан қалыспаймын деп өлердей тыраштанып еді. Соңы белгілі. Құрысын, ел не десе о десін. Екінші кредит алмайтындай болды. Уақыты келгенде Нұргүлдің де қызы босанады. Баласын 40-нан шығарарда шешесімен бір сөйлескенде: «Мама, не әкелесіздер? Мен бір манеж көрдім», деп сөйлей бастаған сол еді. Нұргүл: «Сен өзі ұятсыз қыз екенсің. Мені неге аямайсың?
Сенің жасауыңды жасағанда ақшаны қайдан алдың деп неге сұрамайсың? Манеж дейді ғой маған. Аузыңды ашпа, бұйырғанын апарамын, деді. Ой, мама, мені ұятқа қалдырасыздар ғой. Төкті ұят емес, Құдаға өзім айтамын, деп тұтқаны қоя салды. Сөзін естіп тұрған Жүсіп, саған ақыл кірейін деген екен, деді күліп. Өзі айтқандай қызы босанғанда шамасына қарай сыйлығын дайындап апарады. Уақыт сымырап өтіп жатады. Бір күні қолында 2 жасар ұлы бар Ақмаралдың қызы үйіне ажырасып қайтып келеді. Ақмарал енді не істейді екен? Кірерге тесік таппай сүмірейіп қалар. Қызы байдан қайтып келді. Жақсат емес. Елге күлкі болды деген осы, деп Нұргүлдің алыңдығаны Ақмарал болды. Бірақ олай болмай шықты. Ұялып жатқан Ақмарал жоқ. Немересін жетектеп алып, көшеде емін-еркін жүреді. Қызын жұмысқа шығарып жіберіп, өзі бала бағады. Сонда осы уақытқа дейін кіммен жарысып жүр? Не үшін жарысқан? Құдайым-ай, шамасына қарай көсілмей, өлердей шығындалып еді. Сондағы Ақмаралың мынау ма? Нұргүлдің жыныстады. Әрине, өзіне. Бір күні үйлеріне қонаққа қайын сіңілісі Риза келеді. Аға жеңгесіне еркелеп 2-3 күн балалармен шулап жатады. Түскі шайда көрші Ақмаралдың қызы қайтып келген бе? Немере баққан жарасады екен өзіне. Сізге де жұғысты болсын дегенде. Осы сен тыныш отыршы. Көршіні сөз қылмай. Әркімдікі өзіне дейді. Жеңгесінің жақтырмай қалған түріне таң қалған Риза. Не болды сонша? дейді. Жұмыстан қайтқан Нұргүл жолда Ақмаралды кездестіреді. Немересін жетектеп алған. Бір қолында велосипеді. Қалайсың, Ақмарал? Жақсы, шүкір. Немере тәтті ме? Әрине тәтті ғой. Үйге жүрсеңші, отырып бір шай ішейік. Бағана ет салып кеткенмін, деді Нұргүл. Артынан ілесіп жүре берді. Өзгерген түгі жоқ. Сол баяғы Ақмарал әңгімесін айтып келеді. Ертең кредит төлейтінін ойлап Нұргүл келеді. Ех, шіркін, өмір деген осы, қарбалас. Қазақтікі тіпті өзіне өзі жасап алған жанталас. Әңгіменің соңы. Ұнаса пікір жаза отырыңыздар.